Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай сметаник пирогын дайындауды үйретемін. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар міндетті түрде. Алдымен майымызды ерітіп таза ыдысымызға құямыз. Оған жұмыртқамызды салып араластырамыз және қантымызды қосып барлығын бір келкі шанышқымен араластырамыз. Көпіргенше жақсылап араластырасыздар. Және үстіне илектен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның ішіне разрыхлителді бірге араластырамыз және шанышқымен қамырымызды илеп, содан кейін барып қолымызбен илейміз. Қамыр дайын болған уақытта оны жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол кезде біз салмамызды дайындаймыз. Салмаға мен дейтін 200 грамм майонез және 3-4 жұмыртқа және қантты қостым. Майонездің орнына дүкеннің қаймағын қолдануға болады. Бірақ мен майонезді қолдандым. Осылай етіп салмасы дайын болады. Оны кішкене 15 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін тестімізді алып, барлығын формамызға орналастырып жаямыз. Содан кейін салмамызды құямыз ішіне. Осындай сұп-сұйық болып шығады. Енді осы салмамыз дайын болған салмамызды 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей өте жұмсақ болып пісті. Суытып, кесіп жесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Сұйық болғанмен бұл дейтін піскеннен кейін ондай сұйық болмайды. Кәдімгідей орнықты, өте жұмсақ болып піседі. Мен 20 сантиметрлікке пісірдім. Диаметрі 20 сантиметр, немесе үлкейтіп жасасаңыздар болады. Ас болсын.